Барлықтарыңызға сәлем. Бұл видеода біз сіздермен бір ұяшықтағы аты жөнді жекелей жазуды және қайта біріктіріп жазуды үйренетін боламыз. Алдымен аты жөн жазылған ұяшықтарды тінтуірдің сол жақ пернесімен белгілеп аламыз. Мәзір жолындағы данные бөліміне кіреміз. Осы жерде текст по столбцам дегенді таңдайсыздар. Және мына жерде сіздерде аты жөндер шығып тұрады. Ары қарай далее батырмасын басамыз. Мына жерде бізге осы пункттердің біреуін таңдауымыз керек. Бізге қажетті пробел пунктін таңдайсыздар. Байқасаңыздар, аты жөндер бөлек ұяшықтарға тіркелді. Енді далее батырмасын басамыз. Поместить в, яғни қандай ұяшықтар аралығында болу керек. Өшіріп тастаймыз және өзімізге қажетті екі баған ұяшықтарын белгілеп, готово батырмасын басамыз. Мінеки, көріп тұрғандарыңыздай аты жөндер жекелей ұяшықтарға жазылды. Ал енді керісінше осы жекелей жазылған аты жөндерді біріктіріп жазу үшін не істейміз? Ол үшін G2 ұяшығына барып, мынандай функцияны қолданамыз. Тілді ағылшын тіліне ауыстырып, тен батырмасын басамыз. Әрі қарай тілді орыс тілі немесе қазақ тіліне ауыстырып, мынандай функцияны қолданайық. Сцепить таңдаймыз және алдымен D2 ұяшығын, яғни тегін таңдаймыз. Әрі қарай тілді тағы да ағылшын тіліне аударып, нүктелі үтір батырмасын басамыз. Одан кейін тырнақшаны ашамыз, бос орын қалдырамыз, тырнақшаны қайта жауып, нүктелі үтір қоямыз және келесі E2 ұяшығын таңдаймыз. Бұл бізде аты. Жақшаны жабамыз және пернетақтадан Enter батырмасын басамыз. Ал енді дәл осы қалған аты жөндер осы ретпен жалғасу үшін G2 ұяшығын қайта белгіленген күйінде тінтуірдің меңзерін төменгі оң жақ бұрышына апарғанда қосу батырмасы шығады. Осы қосу батырмасы шыққан кезде басып тұрып төмен қарай жүргіземіз. Тінтуірдің сол жақ пернесін басып тұрып төменге қарай жібереміз. Қажетті G25-ке дейінгі ұяшыққа дейін белгілеп, тінтуірдің сол жақ пернесін жібереміз. Сол кезде бізде аты жөндер қайтадан орнына келеді. Ал енді мына функцияда біз не үшін мына жерге бос орын қалдырдық? Егер біз оны алып тастасақ, қандай нәтиже шығаратынын көрейік. Enter. Бізде бірігіп жазылып кетті, ал бізге аты жөні екеуі екі түрлі сөз болғандықтан бөлек жазу үшін қайтадан бос орынды қоямыз. Бос орын қою маңыздылығы осында. Enter батырмасын басамыз. Өте оңай. Егер де сіздерге осындай өзге де қызықты видеолар қажет болса, Excel-дегі көптеген ақпараттарды білгіңіз келсе, менің каналыма жазыңыздар, тіркеліңіздер және осындай видеоларды қарап көрсеңіздер әбден болады.